Сәлем достар, бүгін сіздерге аты ерекше гүлханымды жасайтын боламын. Алдымен фаршымызға картоп морковымызды алып араластырамыз. Одан кейін тұзымызды, бұрышымызды көлеміне қарай саламыз. Әбден араластырып қойып қоямыз. Енді қамырын дайындаймыз. Ол үшін жылы суға тұзымызды салып ертіп аламыз. Одан кейін ұнымызды салып, жақсылап үйлеп жарты сағатқа қойып қоямыз. Ұнымызды сүйіп, қамырымызды екіге бөлеміз. Қамырымызды үлкен қылдырып жайып, видеодағыдай кесіп шығамыз. Әрбір кескен бөлікке фаршымызды салып, әдемілеп жауып шығып, гүл қылдырып орап шығып, 45 минутқа отқа қоямыз. Біздің гүлханымыз дайын. Сіздермен болған Манар. Егер де видеом ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.